Сәлеметсіздер ме? Биыл 2021 жылы Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 30 жыл. Тәуелсіздік әрбір қазақстандық үшін үлкен маңызға ие. Еліміздің еркіндігі мен ұлылығының символы. Осы айтулы датаға орай сіздердің назарларыңызға бір жәдігер тарихы атты онлайн жобасын аясында қазақ әйелдерінің қыста киетін киімі ішік жайында баяндаймын. Ұлттық киім үлкен мұра ғана емес, сонымен қатар көркемдік құндылық. Материалдық және рухани мәдениеттің ерекше ескерткіші. Халық өміріндегі экономикалық және әлеуметтік құбылыстың көрсеткіші. Сондай-ақ ұлттық киімдерде көптеген өнер мен қолөнер тоғысқан. Түс пен сызықтың тепе-теңдігін таба білген тамаша өнер туындысы. Қазіргі әлеуметтік мәдени жағдайды толық түсіну үшін жалпы адамзаттық құбылыстардың рөлін ұғу өте маңызды. Бұл жағдайда ұлттық киім коммуникативті міндетті атқарады. Ертеде ата-бабаларымыз, әжелеріміз алуан түрлі киім түрлерін тіккен. Соның бірі ішік. Ақмола облыстық тарихи-өлкетану музейінің қорында 20 ғасырдың 53 жылдарында жасалған этнографиялық экспедициялар мен музейге жәдігер сыйла акциясын жинақталған 9 ішік сақталған. Ішік іш жағынан аңның малдың терісі салынып, сыртқы жағы матамен тысталған жылы сырт киім. Ішіктің түрлері көп. Күзен ішік, бұлғыр ішік, құндыз ішік, түлкі ішік, қасқыр ішік. Қандай аңның терісіне жасалса, соның атымен аталады. Кілем пұшпақтан тігілетін пұшпақ ішік те болады. Халық шеберлері киім тіккенде іс тапсырушының талғамын, жас ерекшелігін, дене бітімін, бет әлпетін мұқият ескерген. Тігілген әрбір ою, әшекей, тана мен қапсырманың өзіндік орны мен маңызы болған. Мәселен, сырт киімнің бетіне салатын әшекей, ою өрнектер екі мақсатта қолданылатын. Бірінші, адамды сыртқы зұлым, тылсым күштерден, бәле жаладан қорғау үшін болса, екіншісі адамның қоғамдық жағдайын білдіруге, ақпарат беру мақсатына тағылған. Ақмола облыстық тарихи-өлкетану музейінің қорына 2008 жылы Мариш Жақыпова аса құнды жәдігер түлкі ішігін тапсырған болатын. Ол әжесі Батима Жақыпова Қасен қызының тиесілі болған. Батима апай 1916 жылы Зеренді ауданының Жаңатілек ауылының тумасы. Ішікті Батиманың шешесі ауыл іс етін шеберіне 1953 жылы тіккізген. Ішік түлкі терісінен астарланып, сырт қоңыр пішмен тысталған. Жағасы түлкінің пұшпағынан тігілген, қайырмалы болып келеді. Астарындағы түлкі терісі ақ мақтамен көктелген. Иық жағына астармен сырттың арасы түйенің жүні салынған. Екі жеңнің астары көк матадан тігілген. Ішіктің қапсырмасы 3 қос қапсырма тағылған. Өлшемі 52-54. Ұзындығы 113 см. Етегінің ені 184. Белі 112 см. Жеңі 60 см. Достар, жобаның келесі шығарымын өткізіп алмаңыздар. Келесі кездескенше.